Курс алған уақыттан бастап қазір кезге дейін тұрақты табыс $100-200 арасында. Ол айына ма или күніне ма? Күніне. Сосын трейдинг саласында мысалы не үшін адамдар бастай алмай жатады? Көп адам қорқып жатады, ақшам салсам бүкілінен ақшамнан айырылып қалам, минусқа кетіп қалам, бұл жерде ақшамды жоғалтып аламын деген сияқты. Бұл нәрсеге не дейсіз? Тамыз ғой жаңағы стратегияны үйрену, барлығы осы трейдинг бойынша терминдарды үйрену, оны барлығына көп уақыт кетпейді. Оны барлығына сіз бір айда қабілетіңізге қарай бір апта немесе 2 айда үйреніп аласыз. Тапқан табысыңыз тікелей депозитке байланысты. Сол себептен осындай көп компаниялар үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Егер сіз минусқа кетіп қалған күннің өзінде көп компанияда салған комиссияңызды ғана рискке қоясыз. Бір күндік табыстарымыз бар. Бізде бір күндік табыс $21,000 рекорд жасап жатыр. Негізі iTrade командасында рекорд жасап жатқан осы жылы трейдерлер өте көп. Осы кезде мен айтарым, мықты трейдер ол жаңағы жас балалардың жаңағы қызығушылығын алған, сонымен қатар үлкен кісілердің шыдамдылығы қосылған. Екеуі микс болса мықты трейдер болады. Стратегиясы тапқан жаңағы $1000-дан стратегиямен дұрыс анализбен жасалған $20 қайда құнды болады. Өтті керемет ит сайт, мына жерде жазып қоямыз, бұйырса осыны қабырғаға жазып елдос деп ше. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Бүгін бізде кезекті шығарылымда қонақта Елдос мырза. Біз Елдос мырзамен Алматы қаласында қазір көрісіп отырмыз. Бірінші рет екеуміз жүздесіп отырмыз. Бізде онлайн оқыған болатын, 15-ші потокта, где-то желтоқсан айында аяқтаған болатын. Қош келдіңіз, Елдос мырза. Или біз қош келдік пе? Қош көрдік. Осы енді жаңағы осы кездесуді біраз күтіп жүрдік. Негізі Астанаға бару ойда болған. Осы офисті көріп, бірақ сіздер келіп жатсыздар. Өте тамаша. Осы бірге ақылдасып, бірге трейд жасап, алдыға осы жоспарларды бірге жасап. Сол енді бүгінгі подкаст барынша пайдалы болсын, барынша ашып айтайық. Аха, жақсы. Енді Елдос мырза, давайте өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай жақтан боласыз, немен айналысасыз, трейдинг саласына қалай келдіңіз жалпы? Менің есімім Елдос, жасым 20-да. Қазір кезде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің соңғы осы 4-ші курс студентімін. Аяқтап жатырмын, осы мамандығым математика пәнінің мұғалімі. Трейдингте жүргеніме 3 жылдан астам уақыт болды. Өзім Талдықорған қаласынан iTrade командасының Ерболат ағайдан 15-ші потоктан осы курсты алып оқыдым. Қазір кезде командамен бірге трейд жасап жүрміз. Математика онда сіздікі жалпы жақсы екен ғой, трейдингке жақын. Или математика керек па жалпы трейдинг саласына, қалай ойлайсыз? Әрине, математика трейдинг саласымен өте тығыз байланысты. Себебі трейдинг ол, былай айтатын болсақ, математикада ықтималдықтар теориясы деген үлкен бір сала бар. Трейдинг сонымен өте тығыз байланысқан. Себебі трейдингте индикатор деген білеміз, тағы басқа осы үлкен суммадағы объемдар, осының барлығы математикамен тығыз байланысты. Жалпы осы математика мен трейдингке қызығушылығымды ашты деп айтсам болады. Жақсы, керемет. Сонымен қатар ертең болашақ мұғалім болғандықтан трейдинг әрине ол маған қосымша мамандық ретінде болады, бірақ кейін жоспарда әрине трейдингті тұрақты табыс көзіне айналдыру. Жақсы, керемет. Жалпы сонда математикаға шорқақ адамдар бар, қиын математика, сол кісілермен айналысып кету қиын ба сонда? Не қалай ойлайсыз? Бұл жақта әркімнің өз қабілеті. Себебі математиктердің бөлек өз қабілеті бар. Математик болатын адам ол жаңағы тиянақты болу керек. Сонымен қатар ол болашаққа барлық математик болатын адам жазбаша түрде мықты болу керек. Сыни ойлау керек, жаңағы логикалық түрде, креативті түрде ойлау керек. Осындай қабілеттер болса, ол математик болған маңызды емес. Кез келген саланың адамы да бола береді. Жақсы, керемет. Енді көбісіне негізі трейдинг туралы сұраса, табысың қандай дейді ғой. Сондықтан трейдинг саласында табыс табу реально ма, жалпы табысыңыз қалай болып жатыр, сол туралы бір бөлісе кетсеңіз? Әрине, трейдинг саласында табыс табу ол реально. Осыған дейін қаншама адам, негізі рынок, бізде Америкадағы фондовый рынок 3 ғасыр болды жұмыс жасап жатқанына. Бізде осы курс алған уақыттан бастап қазір кезге дейін тұрақты табыс $100-200 арасында. Сонымен қатар... Бұл айына ма или күніне ма? Күніне. Сіз, получается, бір күндік трейдпен айналысасыз? Бір күндік трейдпен, дэй трейдинг. Қазір кезде бізде мақсат осы проб компания бізде жақсы актуальны болып жатыр. Толық зерттеп болғандықтан жаңадан бастап жатқан трейдерлерға біз ұсынамыз. Өте жақсы мүмкіндіктер. Бұл жақта сіз ол компанияның комиссиясын ғана төлеп, жақсы $20,000 басталатын счетты управлениеға алып, кейін сол арқылы табыс тауып 50-50 бөліп табысыңызды таба берсеңіз болады. Және де бұл жақта ескере кететін жайт, трейдингтегі табыс ол тікелей депозитке байланысты.
Яғни салған ақшаңызға байланысты. Салған ақшаңызға байланысты. Депозитіңіз қаншалықты жоғары болады, табысыңыз да соншалықты өсетін болады. Көп адамдарда бір жаңадан бастап жатқандарда бір қателік, аз депозитпен көп табыс тапқысы келеді. Мысалы $100 мен $100, 100% жасағысы келеді. Ол өте қиын. Жасауға болады, бірақ риск өте жоғары. Өте жоғары. Ол психологияны дұрыс жаңағы адамды ұзақ уақытта табыс табуға өзінің кері әсерін береді. Жақсы, керемет. Жалпы өзі трейдинг деп жатамыз, акция деп жатамыз, форекс, брокер, биржа неше түрлі болып жатады. Жалпы соны қысқаша түсіндіре кетсеңіз, сіз именно трейдинг қай түрмен айналысасыз деген сияқты. Мен осы өзім трейдингтен сток трейдинг дейміз, акциямен айналысамын. Яғни осы акцияны, белгілі бір компанияның акциясын өзіме жаңағы белгілі бір бағада алып, кейін оны сатамыз. Лонг позиция бар, шорт бар. Яғни мысалы Apple компаниясы $220 алып, $240 сатамыз, арасында $20 пайда. Өзім тек қана қазір таңда сток трейдингпен айналысамын. Яғни акциямен, Акциямен және дей трейдинг, бір күндік. Форекс, крипто деп жатамыз, олар кішкене басқаша түрі ма сонда? Олар кішкене басқаша. Әр жақта анализі да әртүрлі. Себебі әр бізде рыноктың өзінің шығу тарихы бар, олардың жаңағы жұмыс істейтінде несі басқа, процестерде басқа. Жақсы. Елдос мырза, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, күндік табысым $100 мен $200. Арасында минустар да болып тұрар шығар, Әрине, минустар болып тұрады. Минустар бұл процестің бір бөлігі ретінде қабылдау керек. Себебі трейдинг ол жұмыс болғандықтан, ол жақта да өзінің қиыншылықтары болады. Ол жақта да енді біз анализ жасаймыз, бірақ анализ 100% орындалады деген сөз емес. Арасында да осындай минустар болып тұрады. Ол минустар бізді осы минустарды жаңағы түсінген сайын, осы минустармен жұмыс істеген сайын, сіз жаңа бір тәжірибе аласыз. Кейін осыны жаңағы журналинг жасап, осы минустармен сабақ алғаннан кейін, келесі рет бұны жасамасаңыз, сіз профессионалды түрде мықты трейдер болуға қадам жасайсыз. Сосын трейдинг саласында мысалы не үшін адамдар бастай алмай жатады? Көп адам қорқып жатады, ақшам салсам бүкілінен ақшамнан айырылып қалам, минусқа кетіп қалам, бұл жерде ақшамды жоғалтып аламын деген сияқты. Бұл нәрсеге не дейсіз? Бұл жақта енді әр адам осы қалай қабылдайды трейдинг саласын. Егер сіз бұны ставка ретінде, казино ретінде қабылдасаңыз, онда 100% ақшаңызды жоғалтып аласыз. Ол бір күн болмасын, екі күн, бірақ бір күн жоғалтасыз. Себебі сізде біріншіден ешқандай анализ жоқ, ешқандай сізде білім жоқ, тек алып сатасыз болды. Ол дұрыс емес. Ал егер сіз бұны толық маман ретінде қабылдап, осымен жұмыс жасап, әр кез біліміңізді дамытып, осы мықты эксперттерден үйреніп, біліміңізді шыңықтырсаңыз, әрине бұл толық мамандық ретінде қабылдап, бұнда өзінің минустар болады. Бұл минустар бірақ жаңағы шектелген суммада болады. Біз стоп-лосс деген бар ғой, стоп-лосс. Егер анализіміз жасаған дұрыс болмай кетсе, кері бағытта қозғалып кетсе, жоғалтамыз минус, бірақ белгіленген суммада. Өзіңіз қалаған сумманы, мысалы $20 қойсаңыз, $20 артық кетпейсіз деген сияқты. Мысалы 1% депозитіңіздің. Депозитіңіз $10,000 болса, 1% ғана. Бұл сізге көп қатты әсер етеді. Жақсы, сіз жаңа айттыңыз, $100, $200 әртүрлі неде пайда тауып отырмыз деп күнделік. Қанша уақыт кетеді осы табу үшін, осындай нәтижеге жету үшін жалпы? Жету үшін күнделік мысалы табысыңыз, күнделікті қанша уақытыңыз кетіп жатыр қазір? Күнделікті негізі рынок басталмас бұрын, рынок негізі 6:30-да ашылады ғой қазіргі кезде. Сағат 5-тен бастап анализ бастаймыз. Премаркетке дейін бір анализ жасаймыз. Премаркет кезінде тағы да анализ толықтырамыз. Кейін жаңалықтар шығады, соларға мән береміз. Жалпы негізі сағат 5-тен бастап сағат 8-ге дейін деп алсақ болады. 8-ге дейін ол ұзақ трейд. Ал негізі 5-тен бастап 7-ге дейін. Сонда 2 сағат уақыт кетеді, орташа есеппен, Жақсы. Мысалы, көп адамдар бізде келіп жатады. Мен трейдинг саласына қызығамын, бірақ менде ақша жоқ. Жастайын десем, үлкен ақша керек қой. Или салған ақшам бәрін құртып аламын деп, бұндай адамдарға не дейсіз? Мысалы, студенттер бар, кейбір даже үлкен кісілер де бар. Трейдинг енді жақсы ақша көп болған сайын көбірек пайда тауып отыруға болады деген сияқты. Сондай осындай көп жиі сұрақтар келді. Жалпы негізі трейдинг саласы ол біраз ұзақ уақытты талап етеді. Ол толық жаңағы мамандық ретінде негізі трейдинг саласы элит мамандық деп айтсам болады. Ол қазіргі кезде болашақта мықты трендте болатын мамандықтардың бірі. Және біз айтамыз ғой жаңағы стратегияны үйрену, барлығы осы трейдинг бойынша терминдарды үйрену, оны барлығына көп уақыт кетпейді. Оны барлығына сіз бір айда қабілетіңізге қарай, бір апта немесе 2 айда үйреніп аласыз. Ол қиын емес. Ал бұл жақтағы риск менеджмент, ақшаны басқару, стоптарды қабылдау, психологиямен жұмыс жасау, оның барлығына уақыт керек. Оның барлығы тәжірибемен келеді. Әркімге әрқалай. Біреу 2 жыл кетуі мүмкін, 3 жыл кетуі мүмкін.
негізі айтарым, тренингке келем деген ниет қойған адам өзіне фокусты 5 жылға қою керек. 5 жылға қою керек. Кем дегенде 4 жыл. Себебі сіз 4 жылда толығымен барлық тәжірибе жинап, 4 жылдың ішінде жақсы результатқа шығасыз. Бәлкім бірінші жыл болмауы мүмкін, екінші жыл болмауы мүмкін, бірақ бұның барлығы жиналған тәжірибе сонда сізге жақсы результатқа шығарады. Жақсы. Тренинг саласын жалпы қаншамен бастауға болады? Тренинг саласын жай осы процессті көру үшін $100 салып көрсеңіз болады. Негізі Форексте сток трейдингта екеуінде екі түрлі. Мысалы акциямен трейд жасағыңыз келсе, онда кем дегенде $1000. $1000 ол арқылы сіз $10-20 таба аласыз. Ал Форексте ол жақта қазір бізде проп компаниялар бар. Проп компаниялар осы Форекс саласында өте көп. Бізде зерттелген компаниялар бар. Сол арқылы сіз $26, 15-16 мың теңге тест өтіп, $5000-ға, ең азы $5000 бастап жасай берсеңіз болады. Біз қазір соңғы кезде акция сток трейдингтен де зерттеп жатырмыз. Егер біздің тексерімімізден барлығынан жақсы өтсе, онда соны ұсынып, ол жақта $97 комиссиясы. Ол жақта $20,000 береді, осы арқылы. Жалпы негізі көп адамдарда, студенттерде, оларда бір қиыншылық, әрине осы ақшамен ғой. Басында бастауға ақша болмайды. Осыған байланысты сіздің тапқан табысыңыз тікелей депозитке байланысты. Сол себептен осындай проп компаниялар үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Және де егер сіз минусқа кетіп қалған күннің өзінде проп компанияда салған комиссияңызды ғана рискке қоясыз. $97 болса сол ғана. Сосын мысалы чатта бар, мысалы жаңа айтып отырсыз, әркімнің әртүрлі результат көрсетеді. Біреу тез бастап кетеді, сразу нәтиже көрсетеді, кейбір адам ұзақ. Енді жалпы осы группада өзіңіз общий командада барсыз ғой чатта. Сол жердегі сіз үшін топ-3 кумир трейдер кімді айта аласыз? Кумир трейдер әрине мен үшін ол Есбол аға, Абай аға. Сонымен қатар бізде Айдар аға бар, жақсы жүрген. Негізі топ-3 деп айтпай қойын, барлығы өз алдында мықты трейдерлер. Әркімнің жолы әртүрлі. Трейдинг саласында жетістікке жету үшін әркім жолы әртүрлі. Әркім өзінің қиыншылықтары болады. Тек бұл салада берілмеу. Бұл салада қандай қиындық болмасын, соңына дейін шыдау. Ең қиыны негізі адам өмірінде результат көрмей жатқан кезде жұмыс жасау. Өйткені бұл кезде сомнение өте көп болады. Сіздің өзіңізден сомнение болады, қасыңыздағылардан сомнение болады. Сіз не жасап жатсың өзі, не қашан плюсқа шығасың. Менде де көп болған, сенбегендер көп болды. Не істеп жүрсің сен өзі, уақытын бекер басқа саланы көрсеші деп. Бұл салада сол болады күндер плюспен жақсы результаттар көрсетеміз, бірақ артынан минустар болып қалады. Осындай жағдайларды көтере білу керек. Және де әрдайым ұзақ уақытта қарастыру керек. Ұзақ уақытта мен келесі жылы қандай трейдер боламын, келесі жылы қандай болады результаттарым. Және де көп трейдерлер осы бір қателігі бір күндік результатпен өз-өзін салыстырады. Мысалы, бүгін $100 тапса, ертең мен осындай таба берем деп. Жоқ, сіз бір апталықпен қарастыруыңыз керек. Себебі бір аптамен қарастырған кезде осы апта және келесі апта мен осы апта алдыңғы аптамен салыстырған кезде қандай нәтижеге жеттім, өсіп жатырмын ба, әлде қалай болып жатыр, қандай қателіктер бар, қандай акциялар трендте, анализ қаншалықты дұрыс болды. Осындай бізде болу керек. Дұрыс айтасыз негізі. Сосын группаға жібереді ғой, мысалы результаттар әртүрлі. Енді бізде қанша мысалы алды табыс, үлкен табыс тауып жатқан? Қанша бір күндік табыстар мысалы қанша? Бізде бір күндік табыс $21,000 рекорд жасап жатыр. Негізі iTrade командасында рекорд жасап жатқан осы жылы трейдерлер өте көп. Абай аға бар, Есбол аға бар, және тағы басқа трейдерлер бар. Осы Айдар аға өз алдында рекорд жасап жатыр, $21,000 осы неде алтынмен жасап жатыр. Өте жақсы негізі. Енді мен сұрағым мынандай болғанда негізі, сіз мысалы сондай результаттар көрген соң, мысалы сіз $100, $200 деген кезде бір қанағат жоқ болып кетіп, рискті көбейтіп жіберген кездер болған жоқ па ондай? Негізі болды. Ондай көп рискке барған кездер болды. Бірақ ол рисктің айтайын арты депозитті сливать етуге алып келеді негізінен. Мені проп компанияның депозитін сливать етіп алуға келеді. Сол себептен өз басына өткендіктен бұндай қателік жасамауға барынша тырысу керек. Себебі сіз өзіңізбен ғана салыстыруыңыз керек. Бұл ең мықты бір не бар, бір күнде 1% даму. Сіз күнделікті 1% дамысаңыз, бір жылда 365% дамайсыз. Осыны қарастыру керек. Яғни 1% кешегі күннен қарағанда мен результатым қандай болып жатыр. Сіз басқа бір, мысалы $21,000 жасаған Айдар мырза, оның депозиті мысалы
үлкен болуы мүмкін. Сіздікі одан қарағанда аз болуы мүмкін. Сіз оған жету үшін депозитіңіз көп болу керек. Ол былай қарасақ, математикалық тұрғыдан алған керінің өзінде ол есептеуге де жақын келмейді да. Сол себептен осындай факторларды да еске алған дұрыс. Әркімде әртүрлі болады табыс. Сіз де ол күнге жетесіз бір күні. Ол үшін депозитіңіз мықты өсіру керек. Әркімнің өзінің несібесі бар дейсіз. Әркім өзінің жазылған ризығы бар. Қазақстанда білесіз, онлайн табыс көздері өте көп, неше түрлі салалар бар. Неге именно трейдинг саласын таңдап отырсыз? Трейдинг саласы өзіме жүрегіме жақын болды, қызық болды бұл сала. Өзім қызықтым мен. Мен өзім негізі қабілетім зерттеуге жақсымын. Бір компанияны болсын, осы бір нәрсені, тарихты зерттеу өзіме жақын да. Мысалы, Apple компаниясының барлық отчеттарын, прибылін өзім зерттеген ұнатамын. Мысалы, сондай зерттеу, осы компаниялар жаңалықтармен жұмыс жасау, осындай жаңа технологияларда, мысалы, қазір кезде искусственный интеллект дамып жатыр, соған байланысты Nvidia деген компания жақсы өсім беріп жатыр. Осындай нәрселер зерттеу өзіме жақын болғандықтан трейдинг саласы өте жақын болды. Жақсы, керемет елдос мырза. Енді тағы бір андай жиі келетін сұрақтардың бірі, жиі емес, комментарий десек болады. Ой, трейдингтен ақша таба алмайсыз, лақа тұрын, анау мынау деген сияқты не келеді, бұған не дейсіз жалпы? Бұл әр адамның қабылдағанына байланысты. Бағана айтып өткендей, сіз егер трейдингті жұмыс ретінде қабылдасаңыз, бұған фокус қойсаңыз, бұған арнайы уақыт бөліп, өзіңізді орта құрсаңыз, әрине бұл табуға болады. Ал егер сіз келіп, ешқандай біліміңіз жоқ, ақшаны салып, бір күнде байып кетем, бір күнде осындай табысқа шығам деп келсеңіз, әрине ол сізге ешқандай жақсылық бермейді. Ол ақшаңызды жоғалтуға алып келеді, әрине ол казино болады ондай жағдайда. Ол тек қана трейдингте емес, бизнесте кез келген жұмыста алсақ, сондай өзінің бір несі бар. Сіз қаншалықты ол салада дамығыңыз келеді, қаншалықты ол салада өскіңіз келеді, соған байланысты. Жалпы трейдинг саласын получается бизнес деп қарастырсақ болады ғой? Әрине, бизнес деп қарастырсақ болады. Бұл товарный бизнеспен салыстырғанда, бұл жақтағы товар акция, товардың орнында акция да. Бұл жақта да сатып алатын адамдар бар, сататын адамдар бар, инвесторлар бар, хедж фондтар бар, компаниялар. Жалпы баға өзімен өзі өсіп, өзімен өзі құламайды. Бұл жақта да кәдімгідей сауда алмасу жүреді. Қозғалып тұрған графиктер получается адамның алғанынан, сатқанынан дейсіз. Алған, сатқанынан, иә. Бұл ауадан ештеңке болмайды бұл жақта. Қазір енді онлайн табыстар өте көп қой. Мына жерде мысалы группаға анализдерін жіберіп жатады. Өзіңіз чатта барсыз ғой, енді 200-ден астам трейдерлер бар. Жалпы бұл саланың негізі ерекшелігі қандай деп ойлайсыз өзіңіз? Бұл саланың ерекшелігі әрине жұмыс уақытында, мысалы кешке жақын адамдар өзінің трейдингті негізі қосымша табыс ретінде де, сонымен қатар тұрақты табыс ретінде де алып жүрге болады. Бұл саланың ерекшелігі сол жұмыс уақыты. Негізі Америкада болса ол тіптен жақсы болады, таңғы уақытта. Бізде енді Қазақстанда кешкі уақытта 6:30-да рынок ашылады, ал Форекс енді 24-7 сағат істейді. Өзіңіз уақытты дұрыс қоя аласыз, жоспар қоя аласыз, жұмыс жаңағы трейдинг саласы, трейд жасау 3 сағат уақыт алады ары кетсе. Осындай бір ерекшеліктер бар. Табыс көзі де бұл жақта шексіз. Андай сіздің өзіңіз депозитіңізге, психологияңызға байланысты табысты арттыра берсеңіз болады. Оның барлығы әрине тәжірибемен, уақытпен келеді. Және де трейд саласындағы бізде ең бастысы осы тапқан табыстың берекелі болуы. Бізде жаңағы сіз қанша тауып атқаныңыз маңызды емес. Сіз тапқан табысты ол берекелі болуында. Және де бұл жақта сіз жаңағы стратегиясыз, жай ғана стратегиясыз тапқан жаңағы $1000-дан стратегиямен дұрыс анализбен жасалған $20 қайда құнды болады, маңызды болады. Өтті керемет инсайт, мына жерге жазып қоямыз, бұйырса осыны қабырғаға жазып елдос деп ше. Өтті дұрыс айтасыз, көп новичоктар келеді де бүйтіп ставка сияқты. $1000 көтеріп алдым дейді, келесі күні $2000 минуста отыруы мүмкін. Сол үшін мына жерде тапқан, әрбір мысалы $10 тапсаңыз да, $1000 тапсаңыз да, оны сіз қалай таптыңыз стратегиямен. Өте маңызды, керемет. Әрбір трейдердің мақсаты, негізі трейдингтегі мақсат деген бар ғой, ол тұрақты табыс көзіне шығу болу керек. Ал тұрақты табыс көзіне шығу үшін сіз тұрақты деген сөз әрдайым сіздің табысыңыз әр аймен салыстырғанда өсіп отыру керек. Сол үшін $20 тапсаңыз да анализіңіз 100% орындалған анализ, барлық сіз эмоцияңыз басқара алып, анализға толықтай жаңағы қарап, компанияны толық зерттеп, анализ жасап кірген трейд $20 болсын, $10, $5, $100 болсын, ол өте жаңағы сізге мықты бір не болады. Берекелі де болады табысы. Жақсы, енді бұл жерде әртүрлі, өзіңіз көріп отырсыз чатта әртүрлі адамдар бар, 15 жастан бастап үлкен тіпті аға келерімізге дейін, апа аталарымызға дейін бар. Енді бұл жерде жасқа қарай ма, ағылшынша білу керек па, не істеу керек жалпы?
трейдингте ағылшынша білген маңызды емес. Қазіргі кезде бізде искусственный интеллект дамыған заман, ары қарай дамып жатыр. Қазір сіз барлығын өзіңізге қолайлы етіп жасап аласыз. Оған ешқандай бізде қиыншылық жоқ. Және де жас ерекшеліктер де бұл жақта қатты әсер етпейді. Тек бағана біз талдап жатқан кезде бір мәселені ұқтық. Жас адамдар, жас бізде адамдар, олар рискке көп барады, бірақ шыдамсыз болады. Осының әсерінен, ал үлкен кісілер, олар рискке көп бармайды көбіне, бірақ шыдамды болады. Олардың екеуінің психологиясы екі түрлі. Бұл да бізде тренингте өз әсерін береді. Жастар көбінесе осындай эмоциямен тренингке кіріп қояды, көп сумма алып кетеді, өзін басқару бойынша. Олар тез жеткісі келеді. Ал үлкен адамдар, 40-тан, 45-тен асқан адамдар, олар асықпайды. Керісінше, ол асықпаған арқасында олар тұрақты табысқа шығады. Осы кезде мен айтарым, мықты трейдер ол жаңағы жас балалардың жаңағы қызығушылығын алған, сонымен қатар үлкен кісілердің шыдамдылығы қосылған. Екеуі микс болса мықты трейдер болады. Осы қабілеттер трейдерге керек. Жақсы, рахмет. Елдос мырза, енді сіз бізде онлайн оқыдыңыз. Сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, бізге курс бітірген кезде, помните, сіз зуммен сөздіңіз ғой? Сол кезде айттыңыз ғой, бірнеше курс алдым, мынау деген сияқты. Жалпы қалай болды? Неге бірнеше курс алдыңыз? Мысалы, кейбір адамдар бір курс алса болды, тоқтап қалады. Сіз неге бірнеше курс алуға не себеп болды деген сияқты? Жалпы мен осы трейд саласын 2021 жылдан бастап оқып бастадым, танысып, бастапқы алған 2 курсым. Жалпы ол курстарда мен негізі жаңағы практика мен теорияның арасында байланыс болмады деп айтсам болады. Сонымен қатар ол курстарда жаңағы куратормен бірге лайф трейдинг жасау мүлдем болды, бірақ аз болатын. Осының кесірінен кейбір жаңағы бізде практикада өзін дамыту кішкене аз болып қалды да. Және сонымен қатар мен енді ол кезде студент болғандықтан менде бастап кететін, ол кезде бізде проб компания деген болған жоқ. Сол себептен ол жақта начальный жаңағы бастапқы депозит бізге сол курста айтатын $2000 кем болмау керек деймін. Енді студентке $2000 ол біраз ақша. Почти миллион ғой? Почти миллион, ол кездегі біраз ақша. Сонымен ол ақшаны жинаудың өзі біраз уақыт алады. Сол себептен менде бастапқы 2021-ден 22-ге дейінгі аралық тек қана демо счетпен өтті. Ал демо счетті психология мүлдем жаңағы. Просто біреудің ақшасы деп жасай береміз. Біреудің ақшасы деп, ол жасамаймыз. Кейінгі одан 22 жылдан бастап мен ақырындап ол кезде Freedom болды. Freedomға ақырындап ақша сала бастадық. Жаңа брокерге. Кейіннен осы сіздің курсыңызды алып оқыдым. Сіздің курсыңыздың ең ұнағаны концепциясы. Өзіңіз сабақта қосып қоясыз ғой, сабақтың концепциясы. Әр сабақтың не өтетіні көрсетіліп тұрады. Сонымен қатар сабақтан кейін куратормен 24/7 жаңағы байланыс жүреді. Және де ең ұнағаны лайф трейдинг, күнделікті лайф трейдинг. Сонымен қатар осындай бізде кері байланыс болғандықтан мықты осы команда болды. iTrade осы командасы барлық бір-бірімен көмектесіп, барлық анализ бір-біріне жіберіп, осы маған өте қатты ұнады. Осы курсты алуға себеп болды. Бастапқы 2 курста жаңағы тек сол теория түрінде қалды. Сіздің курсыңызда как раз мен өзім сумма жинаған болатын депозит. Сол депозитті бірден сіздің курсыңыздан кейін салдым. Сөйтіп ары қарай трейд жасап кеттік. Бағанан бері осы iTrade командасы деп жатырмыз, чат анау-мынау деп жатырмыз. Осы нәрсе біздің көрермендерге түсініксіз болып қалуы мүмкін да. Сол үшін кішкене толығырақ айтып бересіз, ол не нәрсе, қалай болады жалпы? Әрине. iTrade командасы қазіргі таңда 260 трейдерді жинаған команда. Ол жақта бұрыннан бері жасап жатқан трейдерлер бар, тәжірибелі, және жаңадан қосылып жатқандар бар. Бұл команда жалпы негізі трейдингте бұрыннан бері жүрген адамдар біледі. Жалпы мықты трейдер болу үшін әрине сізге команда керек. Себебі командамен жасаған трейд, командамен бірлескен анализ, әркімнің өзінің жеке пікірі бар. Осы пікірлердің барлығы біріктіріп, жақсы анализ жасауға болады. Яғни, мысалы біз білеміз ғой, Америкадағы өте мықты S&P Capital, ол жақта 45 трейдер бір офиста отырып трейд жасайды. Осындай бізде комьюнити болса, әрине ол трейд жасаған біріншіден сізге жеңіл болады. Сонымен қатар, және егер сіз минусқа кеткен жағдайдың өзінде барлығымызбен бірге трейд жасап минусқа кеткен, ол психология жағынан қабылдауда оңай болады. Осы команданың артықшылығы осы. Жалғыз жасағаннан қарағанда бірге командамен бірге жасап, жаңа трейдтен табыс табу ол өте жақсы. Былайша айтқанда конкуренция жоқ, бір-бірімізден қызғанбаймыз, наоборот анализ жібереміз, табыс тапқан сайын бір-біріміздің алғысымызды аламыз дейсіз ғой, былайша айтқанда. Әрине, бұл сізден қызығушылығыңызды арттырады, әрине. Сонымен қатар бұл жақта конкуренция жоқ. Барлығы осы
Американың қор биржасында болғандықтан конкуренция жоқ. Конкуренция тек өзіңізбен ғана. Жалпы мен трейдинг саласымен айналысқым келеді, қызығамын. Жалпы мен не істеуім керек? Вообще мен нөлмін, мысалы. Кешен көңілім не істеуім керек? Әрине, ең алдымен базалық жаңағы базаны білу керек. Трейдинг деген не өзі, ол жаңағы компанияның акциялары деген не, трейд жаңағы лонг, шорт позиция, осындай стратегиялар, индикаторлар, оның барлығын білу керек. Кейіннен әрине демо счетта алып, демо счетта осы процесс қалай жүреді, осы анализ қалай жүреді. Трейдинг View деген сайт бар ғой, анализ жасап, демо счетта соны көру керек. Одан кейін осындай мықты бір эксперт тауып, сол эксперттен білім алып, білім алғаннан кейін жаңағы реал счетқа ауысып, сол жақта трейд жасап, ақырындап көру керек осының барлығы. Бұның барлығы ұзақ процесс болуы мүмкін. Бізде қазақта сөз бар ғой, асыққан ол шайтан ісі дейміз ғой. Абай атамыздың да сөзі бар ғой. Жаңағы асықпай, жаңағы жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға дейді ғой. Осы трейдингте ең жақсы сөз. Егер сіз асықсаңыз, асығу ол асыққан адам эмоцияға беріліп кетеді. Эмоцияға берілген адам дұрыс емес шешімдер қабылдайды. Дұрыс емес шешімдер әрине ол стоп жаңағы трейдингте ақша жоғалтып алып келеді. Барынша асықпаған дұрыс. Жақсы, рахмет. Бүгін бізде студияда қонақта болған Елдос мырза. Енді бүгін кішкене асығыстау болып кетті. Көп алла бұйырса тағы да уақытта шығаратын боламыз толық подкасттар. Рахмет, енді керемет инсайт болды деген ойдамын. Сіздерге де рахмет. Барынша пайдалы болды деп ойлаймыз. Барынша ашық түрде айттық, ашық форматта. Енді жаңадан бастап жатқан трейдерлер осы iTrade командасына қосылыңыздар. Бізде мықты комьюнити. Бұйыртса осы халықаралық деңгейге де шығуға ниетіміз бар, алла бұйыртса. Енді алда жоспарлар өте көп. Жалпы әртүрлі трейдер жаңағы қосылып, осы әртүрлі сток трейдинг болсын, форекс болсын, ең бастысы осы барлық қазақтың трейдерлары мықты жаңағы өздерінің мықты орта тапсын деген ниеттеміз, және де мықты жаңағы результаттар көрсетсін деген ниеттеміз. Жақсы, рахмет. Табысыңыз арта берсін, берекелі болсын. Рахмет сұхбатыңызға. Достар, біздің осындай қысқа подкаст болды. Алда уақытта толығырақ тағы да шығаратын боламыз. Қандай сұрақ мазалап жүр, төменгі комментарийға жазып кетіңіздер. Сондай-ақ каналымызға лайк басып, подписаться етуді ұмытпайық. Сіздердің әрбір комментарийлеріңіз біз үшін маңызды. Рахмет, сау болыңыздар.